Баршаларыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін үй жағдайында өте дәмді пряниктер дайындайтын боламыз. Бізге қаймақ қажет болады, яғни сметана, оның үстіне ас содасын салып, жақсылап араластырып, 10-15 минутқа көтерілгенше қойып қоямыз. Ендігі кезекте жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп аламыз. Бізге жұмыртқаның ағы дайын болған пряниктің бетіне жаққанға қажет болады. Біздің сметанамыз көтерілді, оның үстіне жұмыртқаның сарысын салатын боламыз, және де қант саламыз, ванильный сахар немесе ванилин қосатын боламыз. Жақсылап араластырып, електен өткізіліп қойған ұнымызды шетінен сала отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды тым көп салып жіберіп, тестамызды қатты қылдырып тастамаймыз. Толық рецепті видеоның соңында жазып кететін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте жұмсақ болып шығады, және де қатып қалмайтын болады. Осылайынан ұнымызды шетінен қоса отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр бізде қолға сәл жабысыңқырақ болып келеді. Дайын болған қамырды кішкене ұн себе отырып, дөңгелетіп жайып аламыз. Тым қатты жұқада, тым қатты қалында жаймаймыз, орташа көлемде жайып алатын боламыз. Осылай барлығын жайып аламыз. Одан кейін осылай форманың көмегімен кесіп аламыз. Егерде бұндай форма жоқ болса, бокалдың немесе кесенің көмегімен де жасасаңыздар болады. Дайын болған пряниктерімізді противенге орналастырамыз. Осы кезде духовкамызды 180 градусқа қыздырып қоямыз. Духовкада 180 градуста 20 минуттай сарғайғанша пісіріп аламыз. Тым көп ұстап, пряниктарымызды қатырып жібермейміз. Міне осындай сарғыш түсті болып, әдемі болып пісетін болады. Енді кезекте глазурын дайындаймыз. Жұмыртқаның ағына 100 грамм сахарный пудра саламыз. Жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Одан кейін дайын пряниктарымыздың үстіне силиконды щетканың көмегімен жағып шығамыз. Толықтай аст үстіне барлығына жағамыз. Одан кейін дайын болған пряниктарымызды бөлме температурасында 5-6 сағатқа кепкенше қойып қоятын боламыз. Достар, міндетті түрде жасап, каналға тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады.